Мақтақыз бен мысық ертегісі. Бұл екеуі дос болып жүреді. Мақтақыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз келмесең келме деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Мақтақыз айтпайды. Сонан соң мысық ендеше қатығыңды төгем дейді. Мақтақыз мен құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақтақыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық апа құйрығымды берші дейді. Мақтақыз менің қатығымды төле дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, маған жапырақ берші дейді. Ағаш мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкеншіге беріп, әй дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа әкеліп бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, жұмыртқа берші дейді. Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салып, жаныңның барында айт, үйіңде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тарым бар дейді. Мысық маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақтағызға береді. Мақтағыз мысықтың құйрығын береді.